Erşan ағамыз бастап бере жатыр. Қошемет. Келесі Насиба өшемізден Насбай ағамыз. Ераш әпкемізден Құныбай ағамыз. Дәрдеш әпкемізден Ернал ағамыз. Өлдар әпкемізден Ораз ағамыз. Медина өтірімдіміз. Телефон ағамыз. Рошан әпкемізден Айдар ағамыз. Өлдар әпкемізден Серік ағамыз. Өлдар әпкемізден Фенус ағамыз. Айдар әпкемізден Әбдіғани ағамыз келіңіздер. Bülent Erşen'de Cazib'de yaramaz. Remil Akgül'de. Faiza babamız gelecektir. Hoş geldin. Al dostlar. Rahmet. Yaşamandık olmasın. Olsun bugünkü 45 yıldığımız елімізді ұласа берсін, әрдайым деніміз сау болсын. Осындай кең дастарханда ойнап күліп кездесе берейік. Ал енді қош келдіңіздер. Сұлуда сымбатты. Енді әдем болып дастархан басына шай қасып алыңыздар. Енді дұрыс енді ішке кішкене ел қондырмасын деп жатыр. Асқазанды майдамалсын деп жатырмыз. Енді кішкене сіздер дастархан дәмін ала беріңіздер. Біз өздеріңізбен амандасып, сәлемдесіп, бүгінгі кереметті кеші бастасақ деп жатырмыз. Енді ассалаумағалейкум деп сол баршаңызбен сәлемдесім, сәлемсіз сөз бастама сәлемдешкім. Алланың қалжуын ұйғарғандар, пайғамбар сүннетіне иланғандар. Осылайша өздеріңізге сәлем бердім, сәлем алып жүректерді имандандар. Мал баланың шашуы дейді қазақ, шығын шығып кетеді қиналмаңдар. Адам деген адамның қонақ екен, бір-біріңе осылайша имандандар. Көтеріңкі көңілді бүгін күйге арнаңдар, болмаса мұң бұралған биге арнаңдар. Бүгінгі кездесулеріңіз құтты болсын. 1979 жылғы түлектердің 45 жылдық кездесуіне жиналғандар деп бүгін осындай ұйымдастырып жатқан жігіттерге бір қол шапалақтап қойыңыздар, Құдай қаласа. Енді 45 жылдан кейін кездесу, 45 жылдан кейін жүздесу, екінің біріне бұйыра бермейтін бақыт.
Аллаңызға мыңда бір шүкір міне өздеріңіздей қыздардың көріп жалпы достарыменен 45 жылдан кейін кездескенге өте қуанып жатырмыз. Құдай қаласа бізге де жұмыс болсын деп жатырмыз. Ал енді осы әдемі дастархан басында өздеріңіздей жақсылардың қасында сол мектепте енді тардай болып кіріп талай болып шыққан бүгінде сол түлектердің кездесуі құтты болсын деп қанша жылдан бері көрмеген достарымыз бар. Сол қыздардың бәрі бой жетіп, жан-жақтан тұрмысқа шығып, біздің ағаларымыз бәрі ер жетіп, жан-жақтан қыз алып, бүгінгі таңда енді қыздарды қияға, ұлдарды ұяға қондырып, арамызда немере сүйіп жатқандар қаншама. Құдай қаласа осы достығымыз сол құдалықпен жалғасын деген әдемі тілектеріміз бар. Енді осы дастархан басы Ержан аға танымайтын достар болса бірсыпыра өзіңіз кімнің келіншегі кім екенін, сосын әпшелерімізді таныстырып өтсеңіз. Сосын жолменен осы тілектің де басын сол қыздар жақтан бастап әдемі кездесуге деген тілектерімізді артайып боламыз. Ал ерекем таяқ өзімізде. Ортамыз үзілмей, әрқайсымыз өз сый-құрметімізбенен сыйласып, мінекей арамызда 45 жыл өтіп кетті. Енді бүгінгі қуанышта ең бірінші әрине қазақ халқы қыздарды сыйлаған, қыздарды төрге отырғызған. Енді осы қыздардың негізгі инициативасымен осы биыл осы 45 жылдықты өткізейік деген ниетті бірінші осы қыздар бастаған. Енді бұнда былайша айтқан кезде бәріміз бір-бірімізді танимыз ғой. Единственный Альфираны 45 жылдан кейін енді көріп жатырмыз. Енді Альфира үшін Альфира жігіттердің бәрін таниды. Күйеуолдардың ешқайсысы жоқ. Қыздардың бәрін танисың. Енді бұл жерде единственный Гүлбала Альфираға, Рәмилаға үшеуіне келіншектеріміз таныстырсақ болды ғой деймін. Басқа балалардың бәрін танимыз ғой бәріміз. Кімді танымадың сен? Жарқынбекті айтады, Жарқынбекті. Енді бірге оқып, бірге жүріп өткеннен кейін жаңағы 3 қызымызға енді бұл қыздар осы жағынан бері араласып, еще зияда бар екен, құдай шақырып. Bir tanıştırıp, tek gençliklerini tanıdıram, başka bәрін tanıyoruz, başka өйткені кластасымыз ғой енді құдайға шүкір. Мұнда отырғасының үйіндегі хозяйка. Ой, саған сөз жоқ бұл. Одан кейінгі біздің үйдің хозяйкасы. Аты Карамат. Айлардың қарындасы. Одан кейін Талғаттың үйіндегі Ханшайым Әзиза. Одан кейін біздің Досанов Нұрғали досымызды білесіздер. Соның үйінде хозяйка аты Жамила. Жұмагүл. Біздің осы көрінбейтін тыста жүретін Қошан деген кластасымыз бар. Стамбул. Сол кісінің үйіндегі хозяйка атыңыз кім еді? Гүлшат. Одан кейін біздің Қайраттың үйіндегі Ханшайым Қарлығаш. Одан соң Бердалының үйіндегі Гүлмира деген Ханшайым. Ораздың үйіндегі Гүлжан деген Ханшайым. Одан соң Нарықбайдың үйіндегі Лайла деген Ханшайым. Барлықтарымыз бір-біріміз танимыз, Құдайға шүкір бастамыз. Осы 45 жылдықтың себебіменен төргіндеп келген төрде қыздарымыз отыр. Келіп, Ақкөңіл ағаларымен жолығып, Ақжардың жеңгелерімен жолығып, әңгіме дүкен құрып, қара шаңыраққа түріп қисайып, енді кеттім 45 жылдық кездесуге деп келіп отырған төрде отырған қыздарымыз. Қош келдіңіздер. Дос, алғашқы досымыз, сіздерден бастаймыз. Ал құрметті менің кластас, сыныптас достарым. Міне, мектеп бітіргенімізге де 45 жыл өтіпті.
қайғылындай тебісіп, қаншама қызықты уақыттарымызды, жас кезіміздегі уақыттың барлығы жадымызда әлі сақтаулы. Біз кішкентайымызда мына Нәсипа, Рәмила қайғылындай тебісіп, бірге жүріп, бірге тұрдық. Әлі де достығымыз әрі жалғасын табуда. Мына жаңа айтты ғой, 45 жылдық енді арамыздан өткен достарымыз да бар. Жатқан жерлері жайлы болсын дейік. Ал енді осы ауылда, қалада, шет жерде жүрген достарымыздың барлығы бүгін бас қосып, 45 жылдық дегенге бір кісідей атсалысып, ұйымшылдықпен бүгін өткізіп жатырмыз. Бұның өзі де үлкен қуаныш. Бұл достық деген ажырамайды. Енді көріп отырмыз ғой, әртүрлі қызметте де істедік, мектепте де жүрдік, барлығы қалып кете береді. Бірақ мектепте оқыған достық, ол өмірдің соңына дейін кететін достық деп ойлаймын. Әрдайым осындай достығымыз ажырамасын. Жасылықта бас қоса берейік. Мынау жігіттеріміз әдемі қаншайымдарға үйленді, қыздарымыз әдемі сұлу жігіттерге тұрмыс құрды, немерелі шөберелі болып жатыр. Барлықтарының қуаныштарына ортақпыз. Мынау өмір сырғып өтіп жатыр. Енді 45 жылдықта бас қосып отырмыз ғой, 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдық сияқты бас қосуларды Алла жасыр етсін. Мынау достарымыз шаршамаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Мынау үйдегі қаншайымдар, сіздерге де рахмет. Осы біздің бас қосу сыныптастарының 45 жылдық бас қосуына келіп, атсалысып отырсыздар, сіздерге де үлкен рахмет. Бұл тек біздің түлектердің мерекесі емес, сіздердің де мерекелеріңіз деп ойлаймын. Отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын, достығыңыз нығая берсін. Тек қана жақсылықта бас қосуда Алла нәсіп етсін. Рахмет сіздерге. Баяғыда жүрген күндерді естеп, өзімше мұндай қуанып тұрмын да қазір. 45 жыл дегенде көрісіп тұрмын. Сендерге рахмет, бүгінгі 45 жылды ұстағандарыңа. Және де Құдағиядағы 50 жылды, 60 жылды нәсіп етсін. Сендерге ұзын өмір, зор денсаулық, бақыт тілеймін. Неврелерің, шөберелерің, қыздарың көп жүріңдер. Сені айтады. Sezinle, benim canım
gönlüme kurdu. Sağımdanım benim, saraylanım benim, kaydolmaz ötken günler ay. Asıl jandarım, aşır jandarım, ayrılmazday bir yürgen ay. Sağım bolup yetken günler ay. Ömer, Ömer. Merve'nin 74 yaşındaki bağlıkça her zaman ıslık ölüyorum. Acaba Türkler ben öldürmeye neler vardı, bozlardı. Acaba kimi hürriyetler? Sarılarım benim, saraylarım benim, kaydolmaz ötken günler ay. Asıl jandarım, aşık jandarım, ayrılmazday bir yürgen ay. Sağım bolup yetken günler ay. Ömer, oh Ömer, Ömer, oh Ömer. Rahmet. Arayın
мен бірінші сыныпта Талғатпан отырған партада. Мен оның қасында отырмаймын деп жылағанмын. Неге екенін білмеймін. Бірақ екінші партаға, бірінші қатардың екінші партасына Нұрсұлу апай отырғызып қойған. Сондағы мен ойлаймын, сол кезде бір жасқан жақтық па, сайлықке бармағанбыз. Жаңағы бір не соның несі деп ойлаймын қазір өзім. Енді бір осы 40 жылдық мерекеден кейін де берекеде отырғанбыз. Біз жігіттерді күттік, жігіттер біздерді күтті. Сонымен сыйластығымыз артып кетті. Енді мына бүгінгі мерекеге ат салысып отырған қыздарға бірінші Найсипаға рахмет. 45 жыл жасаймыз деп. Одан кейін бәріміз оны қолдадық. Одан кейін дүрия шықты. Ана бәріміз бейжік істетейік деп, ақ көйлек киейік деп, бәріміз бір-бірімізді қолдап, ұйымшылдықтың арқасында бүгін мерекені өз деңгейінде өткізіп отырмыз деп ойлаймын. Енді мына жақтан жігіттер қауымына үлкен рахмет. Енді қыздардың айтқаны қайда барады? Жігіттер алға деп тұрмаса. Енді сіздерді қоштадық, бір кісідей атсалыстық. Енді қыздар бейжік таққан екеуміз қолдарды тағайық дедік. Кейін кішкене бір тортымызды алып шай ішейік дедік. Бұның бәрі бір сыйластықтың белгісі шығар деп ойлаймын. Сыйластығымыз арта берсін. Бүгінгі мерекеміз мерекеге жалғаса берсін. Той думанында бас қосайық. Құда қаласа 50 жылдықтың да төбесі көрініп тұр. Біз енді осындай әдемі қалпымызда қатайық. Немерелеріңіздің, келіндеріңіздің, қыздарыңыздың рахатын көріңіздер. Барлық бауырларыңыз аман болсын. Тек қандай осындай жақсылықта бас қосайық. Осы той болғаса берсін. Рахмет жігіттер қауымына. Тек қыздар түсіп алырмыз ба? Алып бара бер, алып бара бер. Al! Albaylarınızda toplumdan ayaklamaya karşı Gülcan kaç! Ya Jarkınbek kulak kalmasın.